Good afternoon, dear students. The theme of our lesson is Sport and Football in England, Direct and Indirect Speeches. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ұлыбританиядағы спорт, футбол және де төл мен төлеу сөз. The objects of the lesson: to know about popular sport in England, active words and word combinations, to know the usage of direct and indirect speech, changes in indirect speech, to develop students' writing, reading, speaking skills and literacy, to enrich students' cultural knowledge. Бүгінгі сабақта біз Ұлыбританиядағы танымал спорт жайында сөз етеміз, жаңа сөздермен танысамыз, және де төлеу сөз бен төл сөздің ерекшеліктерімен танысамыз. Before we start our lesson, let's do our phonetical drill. Listen to me and repeat after me. One day my little boy of 3, with great big smiling eyes, said, "I'm going to play some football, Mom, with all the bigger guys." You came back in 15 minutes, no scratches on your skin. With much dismay you then announced they wouldn't let me in. You claimed they said you couldn't play because you were too small. I promise you would play one day when you grew strong and tall. Now, look at the new words. Жаңа сөздерге назар аударамыз. Listen to me and repeat after me. Tennis, cricket, snooker, competition, horse racing, rugby, sailing. Мәтінге келетін болсақ, мәтін Sport and Football in England College Smart Nation платформасында бар. Сол мәтін бойынша келесі тапсырмаларды орында. Біріншіден, мәтінді оқып аудар. Екінші, мәтіннен жаңа сөздері бар сөйлемдерді теріп жаз. Үшінші, мәтіннен кейін берілген тапсырмаларды жазбаша орында. Сабақтың грамматикалық тақырыбы Direct and Indirect Speeches. Төл және төлеу сөз. Егер біреудің сөзін сөзбе-сөз басқа біреу айтып берсе, оны төл сөз деп айтамыз. Мысалы, Айжан has just said, I shall take part in competition tomorrow. Айжан жаңа айтты, мен ертең жарысқа қатысамын. Осы сөйлемде I shall take part in competition tomorrow, мен ертең жарысқа қатысамын, бұл төл сөз. Төл сөз сөйлемде тырнақшаға алынып жазылады. Ал біреудің сөзін сөзбе-сөз айтпай, оның тек мазмұнын жеткізіп айтса, бұл төлеу сөз деп аталады. Мысалы, Айжан has just said that she will take part in competition tomorrow. Айжан ертең жарысқа қатысатынын жаңа айтты. Грамматикалық тапсырмалар. Бірінші, дәріс конспектісін дәптеріне жаз. Дәрістен кейін берілген тапсырмаларды жазбаша орында. Үй жұмысы. Үй жұмысы College Smart Nation платформасында бар. Мәтінді оқып, сұрақтарға жазбаша жауап бер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.